Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен штрудель тағамның істелу тәсілімен бөліскім келеді. Сонымен бізге керегі бұл жерде ет, жылқы еті, май, сарымсақ, ащы бұрыш, көк пияз, кинза, сәбіз, болгар бұрышы, пияз, қызанақ және картошка. Қамырына су, тұз, ұн керек. Бұл жерде мен етімді турап қойғанмын. Осылай бірінші етімізді қуырамыз. Көкөністеріміздің бәрін тураймыз. Ұзыншалап. Осылай сәбізді жартылай дөңгелектеп тураймыз. Әрқайсысын 2-3 минуттан етпен қосып қуырып отырып, сәбізімізді одан кейін болгар бұрышын, қызанағымызды қосып бұқтырып ұратын боламыз. Енді ащы бұрышымызды салып, үстіне суымызды құйып қоймыз. Қайнап тұрған суды құямыз. Сөйтіп, бетін жауып, енді қалған бұқтырамыз. 20 минутқа бұқтырып аламыз. Міне осылай. Үстіне картошкамызды турап саламыз. Арасында қамырымызды илеп алдық. Бастырып қойдық. Оны жайып, оны да дайындай беретін боламыз. Тұзымызды себеміз. Бұл жерде сарымсағымызды дәуіркадан өткізіп алдық. Сөйтіп маймен араластырдық. Көк пиязды бөлек турап қойдық. Міне қамырымызды жайып алдық. Шұқалап бетіне сарымсақ қосылған майымызды бір келкі қып шағып аламыз. Жақсылап. Үстіне көк пиязымызды себеміз. Осы кішкене қамырды 2 бөлікке рулет қылып орадым. Ортасынан кестім. Тым қалың болып кеткенін қаламадым. Сондықтан шұқалау етіп қамырды осылай бірінші бөлшектерге бөліп аламыз. Сөйтіп үстін майлап шығамыз қамырдың. Міне осылай. Мен сушидің таяғын қолдандым. Осылай ортасынан басып, 2 жағын бекітіп, осындай формаға келтірдім. Осыларды табадағы қуырылып жатқан етіміздің үстіне салып, 15 минут, 20 минутқа қойып қойдым. Бұқтырып. Міне осылай біздің тағамыз дайын болды. Осылай сервировкасын жасадық. Бұған үстіне кішкене кинзамызды турап кесіп, себіп, столға береміз. Біздің штрудель дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Комментария жазып, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар.